оқушылар, құрметті ұстаздар және Instagram парақшасының біздің тұрақты оқырмандары. Бүгін біз сіздермен мінекей алда келе жатқан 25-ші қазан республика күніне орай кішкене ғана осындай сұхбат жүргізейік деп едік. Сіздерді соған шақырып отырмыз. Мінекей алда келе жатқан мереке құтты болсын. Енді алып отырыңыздар, шайшып отырыңыздар. Бұл деген енді еркін тақырыпта өз-өздеріңізді еркін ұстап демалып, шай алып отырсаңыз болады. Ал енді мынандай бірінші сұрағымыз бар. Осындай бір рахмет айтқан келемін. Бізге сенім алдық. Мен бұл мектепке биылдан бастап келіп отырмын ғой, директор. Жалпы осы мамасында мен 18 жыл қызмет жасаймын. Құндылыққа үйрететін болсақ, біз қазақпыз ғой, қазақ екенімізді ешқашан ұмытпаймыз. Ертеңгі ұрпаққа жеткізетін біз жастарды тәрбиелеп отырмыз. Мысалы, елбасының өзі бір ұлттық құндылыққа байланысты бізге аталар мектебі, әжелер мектебі, жеңгелер, ағалар мектебін ұйымдастырып беріп отыр. Біз өзіміздің бала кезімізде негізі ауыз әдебиеті арқылы өткен ақсақалдарымыздың, әке-шешелеріміздің айтқан сөздерімен өстік. Ұят болып, намысың қайда деген сияқты. Сол сияқты үлкенге құрмет, кішіге сый жасап, ізет жасап, әрбір жастарымыз отбасынан тәрбиеленуге. Енді осы жерде ұлттық тәрбиеге байланысты болса, мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Қазіргі заманда байқаймыз, көп балалар орысша сөйлеп кеткенін байқаймыз. Осы ол да бір ұлттық құндылықтың бір жоғалып жатқан емес деп есептеймін. Иә, оны байқаймыз. Мысалы, қазіргі біз егемендік алғаннан кейінгі туған балалардың көбі таза қазақи болып өсіп қалған өзінде. Енді қазіргі таңда қарасам, 2-3 жыл көлемінде болды, 4-5 жыл болды. Балалар ақырындап орысша сөйлейтін болып жатыр. Әсіресе бастауыш балалар. Здравствуй, Алиса, подскажи, как Алисаны. Сондай тура сондай қазақшасы жоқ мысалы. Неге сондай шығармашылыққа? Неге шығармасқа деп ойлаймын да. Осы жағынан бізде істейтін жұмыстар, атқарылатын жұмыстар өте көп. Сол жағынан Ал енді біз мектепте сол балаларды орысша сөйлетіп әкелген ата-аналардың балаларын біздің Құдайға шүкір мұғалімдеріміз қазақшаға үйретіп, біздің қазақ қамырын қазақша сөйлетіп, ата-аналарға ризашылығын айтып, рахметін айтып келіп жатқан. Ондайлар бар. Өзім де кездестім, осы бақылаушы сыныпта енді ғана қазақша сөйлеп келе жатырken көп сөздерді келгенде отырып тұр деген сөздерді қоятын дейді. Баяғы орысша. Бұл балаларға үйдегі ата-ананың да көңілі көп керек. Ол балалар орысша тіл бітіп жатса, үйде қазақша сөйлейді. Даже керек десеңіз, кейбір заттардың атымен дұрыстап қазақи аттарын атаймыз. Шыны берілген орнын бокал бертейміз, мысалы. Шайның әке дейміз. Сол бәрі қаншалықты біздің жүрген мұғалімдер қаншама ол жерде 4 сағат 5 сағат береді. Ең бірінші сол үйдегі ата-ана қазақша сөйлеу керек деген нешеден отыр. Дәстүрлердің аттарымен атауды, қазақша бір-біріне сөйлеуді толық отбасына алу. Менің өзімнің отбасымда. Былай қарасаңыз, біздің қазір әке-шешеміздің айтқан сөздерді көптен айтпайды. Былай қарасаң, сол сөздерді кейбіреулер, ой, ол сөз көнерген сөз ғой деген жанына бір сондай оқ болып қадалғандай болып тиеді. Маған мысалышы, менің әкем ыңғай сөйлеген кезде әсілі деп сөйлейді. Сол әсілі деген сөздің өзін қазір көп пайдаланбайды. Сол сияқты ол жаңағы отбасындағы ата-ананың сөйлеуіне байланысты ғой бәрі. Ой, мен балам қазақша түсінбейді, қазақша айтсам жауап бермейді, соны еріксіз орысша айтамын, орысша сөйлеймін деген. Бәрі отбасының ағай дұрыс айтады. Кейбір даже мынандай да болып жатады, ой, это же не модно, это же некрасиво деген сияқты жас отбасылардың өзі бір қазақша бір салт дәстүр ме, жоқ жаңа бір дәстүрдің бір түрін айтып жатсаң да, ой, это же отстали, это же деп Құндылығымызды отбасынан бастайық, ата-анадан бастайық. Мен айтар едім, қазіргі қоғамда балалардың бәрін әрқашан сабақ бергенде айтып отырамын. Жалпы әрқашан ата-анамен бірге түскі
тамақты, таңғы тамақты, кешкі тамақты әрқашан дастарханда ата анаң бірге отырған кезде сен де бірге отырып, ата анаң тұрмағанша сен тұрмай бірге әңгімелесіп, сол кезде өзінің бойындағы мәселенің бәрін айтып, сол кезде дастархан басында әңгімелесіп тамақ іш. Ол ешқашан дастарханнан ата анасыз жеке тамақ ішпе деп айтады. Ол осы жерде басталады ғой, басталады. Сондықтан да біздің балаларымыз, тәрбиелеп отырған балаларымыз саналы болсын дегім келеді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, намысшыл, патриотты, қыздарымыз ибалы, жақсы бір инабатты, жақсы бір азаматтар болып өссе екен дейміз. Ұлттық құндылығымыз ешқашан жоғалмасын. Ұстаздарымыздың атынан кішкене нәрселері еске қалсын деп. Жақсы, көп рахмет сіздерге. Рахмет. Рахмет.